Шерхан Мұртаза. Соғыстың соңғы жесірі. Әңгіме. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Хадиша тағы да күтіп жатты. Жанында орыс кемпір қорылдап ұйықтап қалды. Байғұс жақсы адам, ақ көңіл, тек түнде қорылдайтыны қиын. Хадиша бұған да үйреніп еті өлген. Екеуі бірнеше жылдан бері бір бөлмеде. Жетім қарттар үйінде баспасына бір өлмей қайда. Екеуден, кей бөлмелерде үшеуден, төртеуден жататындары да бар. Ольга байғұс жатағын жиі ауыстырды. Басқа көршілермен сыйыспады, себебі қорылдайды. Қорылдың емі жоқ. Сондықтан көршілер үстінен арыз түсіреді. Жетімхана бастықтары оны басқа бөлмеге ауыстырады. Онда да тұрақтамайды. Тұрақтап байыз тапқан жері осы Хадишаның қасы. Түні бойы қорылдап шығатын кемпірді кім жақсы көрсін? Бірақ Хадиша ешкімге арыз айтқан жоқ. Өйткені Хадишаға бәрібір. Ол түн баласы ұйықтамайды. Қорылдан ұйқысы бұзылып жатқан жоқ. Ол күндіз мызғып алады, түнде көз ілмейді. Ол күтіп жатады. Антына берік, баяғыда абысына Ақшаймен ұрсып қалғанда 100 жыл күтемін деп қаны қатқан. Ақшай да кесірледі-ау марқұм. Несі бар Хадишаның жүрегіндегі жараны тырнап, байыңды енді күтпей-ақ қой, енді келмейді деп. Сөйткен Ақшай да әлдеқашан өліп қалды. Хадиша әлі тірі. 100 жыл күтемін дегені Құдайдың құлағына шалынып, Хадишаның ғұмырын әдейі ұзартып қойғандай. Екі көзінің нұры сөніп бара жатқаны болмаса, әл әзірге ешкімге масыл емес. Өзі жүріп тұра алады. Ольгада Хадиша шамалас қартайған кемпір, Хадишадан айырмашылығы семіздігі. Кәрі кісі де осынша семіреді екен-ау, несіне жетісіп, не жеп семіреді белгісіз. Жетімхананың тамағы адам семіртерліктей емес, аста төк дәнеңе де жоқ, тамағы тақыл-тұқыл. Ольга домаланып қалған, денесі іркілдек, қорылдайтыны содан шығар. Хадиша кейде оны түртіп оятады. Ольга бауыздаған жылқыдай тым қатты қорылдағанда Хадиша қорқа бастайды. Үзіліп кетер мекен деп, төсегінен тұрып барып жай ғана түрткілейді. Анау аха деп шошып оянады. Әй, Ольга, бір қырыңмен жатсаңшы дейді. Орыс кемпір есін жия алмай, төсектен аяғын салбыратып отырып қалады. Әлден уақыттан соң, менде қыр бар ма байғұс-ау деп, өз денесін өзі қос қолымен айналдырып сипалап шығады. Содан соң, о боже деп, болар болмас шоқынып, жастыққа қайтадан қисаяды. Терезеден бұлдырап, жан-жағына кірпіктерін тікірейтіп, оттар жалтырайды. Хадиша төсегінде отырып, сол жымың-жымың жылтырақ оттарға шала соқыр көзімен қадала қарап қалады. Сарғыш оттар арасынан кейде бір өшіп, бір жанып, жасыл-қызыл оттар көз қысып ойнап тұрғандай көрінеді. Бұл көше қиылысындағы бағдаршам ғой, бірақ бөтен, мүлде бөгде дүние сияқты. Сол бейтаныс дүниенің арасынан өзі күткен мақсұт шыға келетіндей, Хадиша терезеден көз алмай қалады. Аспан қараңғы, сірә күздің соңы шығар. Аспанда аждахадай аунақшыған қара бұлттар қаптайды да тұрады. Жауыны көп. Жаңбыр терезені тырсылдатады, терезе жылап тұрады. Терезеден тарам-тарам жас сора-сора болып ағады. Хадишаның да іші өлдеп жылайды. Бірақ көзінен жас шықпайды. Жылай-жылай көзінің жасы сарқылып кеуіп қалған. Хадиша туасы ауылда өскен адам ғой. Жан-жағының бәрі аспанмен тірескен таулар болатын. Дүние әлемнің бәрі осы таулардың арасында ғана деп ойлайтын. Кейін мектепке барды. Сонда мұғалім айтты: дүние бұл таулардың арасынан 1000 миллион есе үлкен. Осы таулардың ар жағындағы талай-талай елдер бар, тілі басқа, түрі басқа адамдар бар деп. Адамдары құмырсқадай құжынаған қалалар бар деп. Енді міне, 80-нің сеңгіріне шыққанда Хадиша сол қалалардың бірінде жатыр. Кішкентайынан көріп өскен таулар бұл жақта жоқ. Тауды сағынады. Көбінесе түсінде көреді. Ауылдағы мектепте Хадиша Мақсұтты тұңғыш рет көрді. Бірден жақсы көріп қалды. Екеуі бір партада отырушы еді. Содан ғой Хадиша қазір ұдайы ыңылдап ән салады. Жақсы құлын білінер жорғасынан, ғашық болдым мен саған 10 жасымнан. Мақсұт-ау қарағай, өмірі өтіп барадай. Хадиша осылай деп Мақсұтын күтіп жатады. Мейірімсіз, безбүйрек Мақсұт келмейді. Міне 60 жыл болды, әлі келмейді. Кейде Хадиша өзін өзі кінәлайды. Я, бәленің бәрі Хадишаның өзінен болды. Бұған кінәлі неміс те емес, соғыс та емес,
дәл өзі. Мақсұтқа қатты еркелеуші еді, наздана беруші еді. Екеуінің тұңғышы жанат туғанда Мақсұт Хадишадан: «Қалағаныңды айт, сен маған перзент сыйладың, қарымтасына не сыйлайын?» деп сұрады. «Сонау биік шыңның басында еңлік гүлі бар дейді, соны сыйла», деп назданды Хадиша. Содан соң Мақсұт еңлік гүлін іздеп кете барсын. Бір күн өтсін, 2 күн өтсін, 1 жыл өтсін, 2 жыл өтсін, 60 жыл өтсін, 60 жыл өтсін. Сол жақтан Мақсұт әлі жоқ. Хадиша да қызық қой. Таулардың баурайында дүниеге сирек кездесетін керік қызғалдағы тұрғанда шыңның басындағы еңлік гүлінде несі бар? Өзінше еркелеген ғой. Тым назданып кеткен ғой. Тәлпіштеуге келмейді. Назды. Адам байқұс сол қол жетпеске құмар. Құмардай емес, құштар. Қол жетпес құштарлықты Құдайдың өзі де қаламайды ғой. Анау Икар деген бір тауфиқсыз күннің өзіне де жетемін деп аспанға ұшып, күнге жақындай бергенде күйіп кеткен жоқ па? Аспанға ұшсаң ұш, бірақ күнге жақындап нең бар? Адамға нысап керек, нысапсыз болсаң, налаға қаласың. Құдай нысапсызды қаламайды. Керік қызғалдағы тұрғанда еңлік гүлін аңсаймын деп, Хадиша енді қаншама қасірет шекті. Бәлкім Хадиша еңлік гүлін мүлде аңсамағанда шығар. Бақыттан бас айналғанда айта салған әзілі шығар. Бақыттан бас айналғанда жаман. Бақыттың өзін аялап, баға білмесең, бақыт басыңнан ұшып кетуі оп-оңай. Соны соңында түсінген Хадиша қазір сықырлауық темір төсектен аяғын салбыратып отырып: «Мына заман қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман, Мақсұт-ау қарағай, өмір өтіп барадай» деп ызыңдайды. Абайсызда үйге кіріп кетіп, қайтадан далаға шыға алмай, терезені тепкілеген ара сияқты ызыңдайды. Хадишаның темір төсегі терезенің түбінде, көзі бұлдыраңқы, шаласы құр болса да мезгілді меңзей алады. Сыртқа үңіліп еді, қала шамдарының сары кірпіктері шаншыла тікірейіп тұр екен. Шам сәулесін бүркемелеп әлдене жалбырағандай болады, қалың шыбын қаптап ұшқандай. Шыбын ұшатын кез емес, күн суытқан. Қар жауып тұр екен, деп ойлады Хадиша. Қыс түсті, бұл қыстан аман шықса мүмкін, Мақсұтты тірімде көріп қалармын, деп қойды Хадиша. Хадиша Мақсұттан айырылғалы бері қанша қыс өткенін адасып қала беретін болды. Тек жетімхананың медбикелері оған бір уыс гүл ұстатып, туған күніңіз құтты болсын дегенде ғана өзінің 80-ге толғанын, Мақсұтты көрмегелі 60 жыл өткенін аңғарды. Медбикелер берген бір уыс гүлді ұстап отырып, баяғы еңлік гүл екені есіне түсті. Мақсұтты сол гүлге жұмсап жібергені ойына оралды. «Ай, сорлы басым, еңлік гүл менің не теңім, есілердің обалына қалдым ба?» деп қойды. Терезенің ар жағында қардың қапалақтап, жапалақтап жауғаны анық көріне бастады. Мұнарланып бұлдырап көрінгеннің өзінде көзімен емес, көңілімен сезді. Терезе сыртынан бір шымшық қонғандай болды. Үстіне түскен қарды қанатын қағып, мамығын қобыратып, сілкіп-сілкіп түсіріп тастап, әлденеге шиқ-шиқ етіп қойды. Онысын Хадиша анық естіді. Соқырлардың Құдай жанарын алса да сақ құлақ қылады. Адамның бір кемістігін бір жетістікпен толтырғандай болады. Баяғыда соғыс жылдарында Хадиша Мүсірепхан қайнысына таңғалушы еді. Мүсірепхан су қараңғы соқыр ғой. Бірақ ауылдың адамдарын анадайдан алыстан танып қояды. Даусынан, жүріс-тұрысынан, тіпті пысылдап демалғанынан, қақырып жөтелгенінен. Соқырлардың бір көзі қолындағы таяғы. Мүсірепханның алғорыдан кесіп алған қызыл күрең таяғы болушы еді. Өзі салмақты, өзі қатты. Жолдасбек құрдасы білдірмей бұқпалап келіп, Мүсірепханның құйрығынан теуіп кетпек болады. Ойнаған түрі, бірақ оған Мүсірепхан дайын тұрады. Жолдасбектің бұқпалап келе жатқанын әлдеқашан біліп қойған. Аппақ шел басқан көздері, аспанға қарап түк басқан ауызы әнтек ашылып қалады. Ештеңе сезбеген болып аңқиып тұрады. Жолдасбек таяқ сілтер жерге жеткендеу дегенде шалт бұрылып артындағы Жолдасбекті алғоры қызыл күрең таяқпен салып кеп қалғанда, Мүсірепханды бір теуіп қашпақ болған жөкең қара тұмсығынан тас тиген төбеттей қынсылайды да қалады. Мұны көріп тұрған Хадишалар ал кеп бір мәз болып күледі дейсің. Сөйткен Хадиша, соқыр Мүсірепханның қылығына күлген Хадиша енді өзі әзге айналды. Екі көздің алды тұмшаланып тұрады. Кіреукеленіп бұлшық басып қалғандай, орамалмен ары сүртеді, бері сүртеді, ашылмайды. Жапалақтап жауған қар тыйылар емес.
Кей-кейде ұйытқып-ұйытқып жел соққанда терезе алды ақ түтекке айналады. Терезе алдына қонған шымшықтың мамығы қобырап кетеді. Шымшық шиқ-шиқ етеді. Хадиша құстың тілін білмейді, білсе де сезеді. Шымшыққа пана керек, жылу керек, тамақ керек. Ішке кіргізіп алайын десе терезе жабық. Шынысы бітеу. Медбикелер таяуда ғана терезенің жыртығын жамап, тығындап, тас бекітіп тастаған. Хадиша көрші төсектегі кемпірді таяғымен түртіп оятады. «Әй, Ольга, тұр әй, таң атты, вставай, вставай!» Көрші кемпір темір төсекті безілдетіп, бері қарап, ауыр аунап түседі де, «Не болған саған?» деп қотыраш қазақшасымен тіл қатады. «Ана шымшықты қара, птица, птица!» Көрші кемпір бурыл қара шаршы буда-буда болып, іш көйлегімен төсектен ырғыла тұрып, терезенің алдына барып, Хадишаның үстінен асыла сыртқа үңілді. «О, боже, бедняжка, замерзла!» дейді даусы бақырыңқырап. «Онеки, улети, улети! Нет, это не воробей, шимшік емес ол. Енді не байқұс-ау? По-моему, и Волга. Ыбылғы деген не тағы? Оныкі ұясы бұтақ ұшында. Құдай, зарғалдық десеңші. Судың жағасында өрім талдың бұтағында ұшына ұя салады. Біздің сайларда көп болушы еді». Ольга аздап қазақша біледі, Хадиша аздап орысша біледі. Сөйтіп ақ 5 жылдан бері бірін-бірі түсініп ақ келеді. Түсінгенін ыммен, қимылмен жеткізеді. Үкіметтің мұнысына да шүкір, қартайған ғаріптерге, қарт жетімдерге жетімхана тауып берген. Әйтпесе Хадиша кімге сияр еді? Қартайған абысыны, соғыстан жалғыз ұлы қайрақ қайтпай қалған Гүлшапия, табан қайнысының босағасында жатып, жаназасы да шығарылмай, иманы да үйірілмей, ит өліммен дүниеден өтіп кетті. Мақсұт пен Хадишаның шексіз махаббатынан қалған жанат тірі болғанда, Хадиша бетіп жетімханада жатпас еді. Медбике Гүлбану келіп, Хадишаның көзіне дәр тамызды. Көзінің қышығаны сәл саябырлады. «Көп жаса қызым, бақытты бол», деді Хадиша. Бірақ сәлден кейін қайта қышығанда, «Қу жанымды қоярға жер таба алмаймын. Бұл соқыр көздің қышымасын бір жола жоятын дәрі табылмай ма, қарағым?» дейді. Гүлбану не дерін білмей қалды. Әзірге табылғаны осы. Бұдан күштісі бар ма жоқ па, оны дәрігер біледі. Бұл бар болғаны медбике. «Апа, шыдай тұрыңыз, табылып қалар», дейді Гүлбану. «Сөйтші қарағым, әйтпесе соқыр көз не шікәрім, не жұлып алып тастағым келеді. Осыны ойып алып тастасақ етеді, ондай амал жоқ па, қарағым?» «Олай демеңіз, апа, көзіңіз жазылып кетеді әлі», дей салды Гүлбану, оған өзі сенбесе де. Жақсы сөз жарым ырыс. Хадиша көзін ойғызып тастау райынан қайтқандай болады. Сырттан боран екіленей түскендей, сыртқы дүние тұтас түнек. Түнек Хадишаға таңсық емес, ол түнекке үйренген. Боранның үдегенінен азынаған, бұзданған үнімен, терезеге лекілдете соққан екпінінен сезеді. Құлағы сақ, көз орнына Құдай құлақ берген. Ақ дауылдың өуілінен Хадиша ғарыш күйін тыңдайды. Ондай күйді қорқытата Ықылас баба да шығара алмаған-ау. Арқаның ақ дауылының күйі басқаша, ғалами күй. Аспандағы мың-миллион әруақтардың қосылып айтқан хорындай, әрі таңғажайып, әрі қорқынышты. Бір жағынан сол хор айтушылардың арасында болғысы келеді, бір жағынан сұп-суық, беймәлім дүниеден шошынады. Шошынса да, бір ынтызарлық басым, бәлкім сол хор айтушылар арасындағы Мақсұтта бар шығар деген сиқырлы үміт. «Сені 60 жыл күттім, Мақсұт. Бұл сұм дүниеден келмесең келмей-ақ қой. Енді мен сені ана дүниеден, шын дүниеден іздеймін, әдірем қалғыр», деп қояды Хадиша ызасы келгенде. Артынша сүрленген сағыныштан іші бауыры елжіреп, ақ дауылға қосылып, ыңылдап ән салады. «Сен зырғалдақ, Мақсұт-ау, мен зарғалдақ, екеумізді дүние қойды алдап, арамызда алынбас қамал жатыр, өтер медім қамалдан жұлдыз жалдап, Мақсұт-ау, қарағай, өмір өтіп барадай». Ольга кемпір басын көтеріп, «Сен не зарғалдақ, сен не и Волга, что ли?» деп қояды. «Ия, ыбылғы өзің ыбылғы қараңғалыры», деп Хадиша жастыққа қисая кетеді. Сөйтіп жатып өзіне бір өмірдің өзегіне кіріп кетіп, баяғы өзінің қоржынтамы екен дейді. Баяғы мұңбұлақ қоржынтамның жамау терезесін тырсылдатып, шақпақтың ақ бораны асынап тұр екен дейді. «Ей жарықтық, шақпақтың бораны ерінсе 2 күн соғады, желіксе 7 күн тұрады», деп қояды Хадиша. Бір кезде сақырлауық есік өзінен өзі ашылып, қарлы жел лап етіп үйдің жалауымен араласып,
ақ буға айналады. Ақ буалдар арасынан мұнарланып бір сұлба байқалғандай болады. Мақсұтпысың, деді Хадиша. Есікті жаба келсеңші, үйдің іші суып кетті ғой. Мен сені келеді ғой деп күтіп жатыр едім. Жақсы болды ғой. Мен сені еңлік іздеп кеткен екен десем, соғысқа кетіп қалыпсың ғой. Сен қайтып келсең, той жасаймын ғой деп бір құнан қошқарды бордақылап жүредім. Бұйырған екен. Жақсы болды ғой. Сұлба үндемеді. Не бері жылжымайды. Хадиша өзі барайын десе, орнынан тұра алмайды. Қараңғалғыр қу кәрілік-ай, быламық жейін деген асым беді, бұл 80 жасайын деген жасым беді. Мешел боп қалдым, Мақсұт. Көзімде көрмей қалды. Бірақ сені танып жатырмын. Жылап тұрсың ғой, неге жылайсың? Қайта қуанбайсың ба? Аман есен өз ең өлең төсегіңе оралғаныңа. Сұлба үн қатпайды. Хадиша екі көзін уқалап қайта қарады. Сұлба дегені қатып қалған мұз сияқты. Мұз адам болса, ол есікті қалай ашты? Әлде әруақ па? Елес шығар. Бірақ тұлғасы Мақсұттан айнымайды. Әй, кімде болсаң жақындасаңшы бері. Шымнан қатып қалған мұзсың ба, адамсың ба? Сұлба не сөйлемейді, не жылжымайды. Егер Мақсұт болсаң тыңда, әңгіме көп, әлі есім дұрыс, есептеп жүрмін. Мен сені көрмегелі 60 жыл болды, 60 жыл. Сенен қалған жалғыз қыз жанат бой жетіп, оны теріс аққандағы бір бақа қаңлыға ұзаттық. Одан бір ұл туды. Атын Арман қойдық. Көп ұзамай әкесі көкпарда аттан құлап мойны үзіліп өлді. Артында жанат қызың ауырып өлді. Күйіктен өлді-ау деймін, байғұс. Кішкентай Арман менің қолымда қалды. Ешкінің сүтін беріп асырап, итшілеп жүріп өсірдім. Фамилиясын Мақсұтов деп жаздырдым. Жалғыз сиырды сатып оқуға түсірдім. Оқуын да бітірді. Жұмысқа Арқалық деген қалаға жіберді. Жұмысқа тұрып мені Арман өз қолына алды. Күнкөрісіміз тәп-тәуір болды. Арман немереңді айтамын. Сол Арман біз не істеген жерден ақшаны көп тауып байи бастадық. Әне-міне үйленемін деп жүргенде бақталастары оны да өлтіріп кетті. Айдалада, елден, туған жерден алыста жалғыз қалдым. Не деген жалмауыз едім. Жан-жағымның бәрін жалмап болдым, Мақсұт. Жылай-жылай екі көзім соқыр болды. Енді не жылайын десем, көзімнен жас шықпайды. Қуарып суалып қалды. Соқыр кемпірді үкімет жетімханаға өткізіп жіберді. Енді жатырмын қазынаның үйінде. Осыны айтып бола бергенде Ольга оны түртіп оятып жіберді. Хадиша есеңгіреп, аңырап біраз отырды. Жаңа ғана Мыңбұлақтағы қоржынтамда жатыр еді. Енді міне Ақордадағы жетімханада отыр. Неге ояттың? Деп ұрысты Ольгаға. Әдемі түс көріп жатыр едім. Мақсұт келіп еді. Ой, извини, пожалуйста. Үймелеңдей семіз кемпір өртене жаздап қызарып кетті. Ұяттан беті қызарған адамда иман бар. Сенікі ұйықтап жатып сөйлеген қатты жылаған. Содан мен оятқан. Әй, сорлығар, мен жылаған жоқпын. Мені көзімде, жастығымда құп-құрғақ. Қайдан жылаған? Деп семіз кемпірге өкпелегендей терезе жаққа бұрылды. Дүлей бұрын басылғанын сезді. Күн бұлттан шыққан ба деп қалды. Терезе сырты қыбыр-жыбыр тіршілік белгісі бар. Ағылып жатқан мәшинелер ау сірә. Мәшинелер ағылып жатқан жолдың бер жағында қарайып адам сияқты бірдеңе көрінеді. Адам дейін десең, адамнан әлдеқайда үлкен. Хадиша оны бұрында байқайтын. Бірақ не нәрсе екенін ажырата алмайды. Діңгек пе дейді, электрдің үйшігі ме дейді. Әрі десе күн тұнжырайды да тұрады. Кейде тұман, кейде боран. Бүгін ғана жарқырап ашылғаны, бірақ бәрібір Хадиша әлгі заттың не екенін ажырата алмайды. Көзінің алды бұлдырап, сол қарайған біресе алыстап, біресе баяғы қалпына келіп, мұнартып қана байқалады. Ал бүгін оны Хадиша қалшиып қалған Мақсұт па деп қобалжыды. Жаңа ғана өз ұрысқан көшісіне бұрылып, әй, Ольга, анау не? Сенің көзің сау ғой, деді. Ольга ыңыранып келіп терезең үлді. Ол қайсы? Не сұрайды? Әне ұбызын, қарайып қозғалмай тұр. Ол қалай енді? Памятник. Памятник неизвестному солдату. Солдат дейді? Қандай солдат? Тірі ме? Нет же, памятник. Қазақша білмейді. Темір солдат. Өлген. Білдей? Өлген солдат. Хадиша шамалады, енді шамалады. Қараңғалғыр, ескерткіс десеңші. Мен Мақсұт па деп қалсам, әлгінде түсімде ол да осылай мелшейді де тұрды ғой. Ольга соғыр көршісіне қарап тұрып,
Эх, бедняжка, деп өз төсегіне барып отырды. Хадиша соқыр көздерін ескерткішке қадады да қалды. Бұрын қалай байқамаған, далаға шығып жүруге жараса, сол ескерткіштің түбіне барып отырар еді, сипап көрер еді. Бәлкім өзі білетін бір-екі ауыз дұғасын оқыр еді, бірақ дәл қазір бармай-ақ қойғаны да жөн. Өйткені ескерткіш кейіпсіздеу, жырым-жырым, оны әуелі гипстен құйып, сыртын жез қаңылтырмен қаптаған ғой. Сөйтсе осы таяуда ғана жез қаңылтырын әлдекімдер сыпырып, жыртып-жыртып алып кетіпті. Жезді, мысты, қалайыны, сым темірді қынадай қиып, сыпырып сиырып алып кететін заман шықты ғой. Сатады екен, сирағыңды сындырып сатқырлар. Ақша төлесе сирағын сындырып та сатар-ау, сатылмаған не қалды? Хадиша оны білмей-ақ қойғаны жақсы. Көзі алдағанша, Құдай адамның өзі алғаны жақсы да, деп қойды Хадиша, шейіннен айырылған ескерткішке қадалып отырып. Бір нүктеге қадалып қарай берсең, жансыздың өзі жаны бар сияқты болып кетеді. Мүмкін әлгі медитация дегенмен шұғылданатын кейіпкерлердің фәни дүниеден әлдеқашан өтіп кеткен әруақтармен сөйлесіп жүргені осыдан шығар. Қадалып қарай берген соң, Хадишаға әлгі жалаңаш ескерткіш қимылдағандай болып сезілді. «Әй, Ольга», деді көршісіне, «что тебе старая? Қарашы, ана памятнигің тірі адам сияқты қимылдайды». «О боже, еще чего не хватало», деп Ольга төсегінен дөңбекше аударылып, ақла бүкілеп, Хадишаның үстіне артылып, терезеге үңілді. Түк те қимылдамайды. Төбесінде шымшық отыр, сол шошаңдай береді. Содан саған қимылдағандай болып көрінеді. Может, это и Волга? Зырғалдақ сонда отыр ма? Мен білмейді, заргалдақ, а может быть, воробей. Хадиша ойланды. Қыстақ зарғалдақ мұнда қайдан жүрсін? Ол жазған Мыңбұлақтың сайларында өрімталдың солқылдақ шыбықтарының ұшына ұя салып, зарлап отырушы еді. Астында мөлдір бұлақ ағып жатады. Солқылдақ нәзік бұтақтың ұшына ұя салуға мәжбүр еткен сұр жылан. Ұясын талқандап, жұмыртқасын жеп қояды. А бәлкім зырғалдақ Мақсұттың жаны шығар. Өлген адамның жаны әлдебір мақұлықтың, жануардың біріне ауысады деседі ғой. Әйтпесе, қыстыгүні арқада зарғалдақ жүре ме? Кеште ақ түтек боранда неге ол менің тереземнің алдынан кетпей қойды? Мамығын жел жұлмалап, қол бұрап қалтыратса да кетпей қойды. Мен сорлы соны неге түсінбедім? Терезені ашып жіберіп, үйге неге кіргізіп алмадым? Медбикелер терезенің саңлауларын мақтамен тығымдап, желімдеп тастап, ашпаңыз деп ескертті, бірақ сірә күн батып жатқан шығар. Өйткені ескерткіштің ар жағында, көше бойында қызыл-жасыл оттар көз қыспақ ойнай бастады. Қараң-құраң, әлденелер қимылдайды, мәшинелер болар, адамдарда жыбырлайды, кілең сұлбалар, анық айқын көрінбейді. Ескерткіші қимылдап тұрғандай болады, төбесінде шошаңдап отырған зарғалдаққа көз жетпейді, көрінбей қалды, тым кішкентай ғой. Ол шыннан Мақсұттың рухы болса, онда ескерткіште Мақсұттыңқы болғаны да. Оның ғазиз басы соғыстың қай жерінде қалды екен, моласы белгісіз болған соң, рух зарғалдақ ескерткішін іздеп тапқан ғой. Рух жүйрік, рух зымыран. Сталинград пен Ақорда арасы зымыран зарғалдақ үшін пішту қасқағым сәт. Хадиша осылай ойлап отырғанда, ескерткіштің төбесінен бір изоқ оқтай атылып ұшып, терезенің алдына келіп түсті. Зарғалдақ екен. Хадиша Мақсұттың өзін көргендей, кәрі жүрек кеудесін дүрс-дүрс соғып қуанып кетті. Терезенің шынысын сексеуілдің жігеріндей семіп қалған саусағымен тықылдатып, «Мақсұт, сенсің бе, аман-есен келдің бе?» деді. Екеуінің арасын терезенің қырау тұтқан шынысы ғана бөліп тұр. От бейнелі зарғалдақтың жылуынан қырау еріп, шыны басынан жас сорғалайды. «Сен жылап тұрсың ба, Мақсұт?» деді Хадиша. «Мен жылап тұрмын, бірақ көзімнен жас шықпайды. Көзім суалған, өмір бойы жылай-жылай көз тамырым тартылып қалған. Ерлері соғыстан қайтпаған, мен құралпы келіншектер кейін байға тиіп алды, бала сүйді. Тіпті әмеңгерлік жолмен жасөспірім қайындармен некелесіп, оғын бала тапқандары да бар. Ауылдың ақсақал көксақалдары жиналып келіп маған да сөз салды. Анау Шалабай сенің қайның, соғыс біткелі талай жыл болды. Мақсұт тірі жүрсе келер ері, бәрі Құдайдан. Уақыт болса жүйрек, өмір өтіп барады. Дәуренің барда Шалабайға тиіп ал деді. Мен, Мақсұт өлді деп естіп пе едіңдер? Бір жапырақ қара қағазы да жоқ. Үмітсіз шайтан деген. Мақсұт келіп қалса, мен Шалабай шірікке тиіп алсам не бетімді айтамын? Байсырап кетіп едім деймін бе?
Жер басып қалай жүремін дедім. Сақалдары селтиіп, үн-түнсіз тарап кетті. Ақ таяғын бөксесіне басып алып, бүкірейіп жүретін әбіш қайнаға, болмады, болмады, қойыңдар, деп шалдарға сөз билетпей тоқтатты. Сөйтіп мен сені 60 жыл күттім Мақсұт. Кенет зарғалдақ аспан тілінде әндетіп, жүр кетейік Хадиша, деді. Қайда байғұс-ау, Мыңбұлаққа ма? Мыңбұлақтағы үйің құлап қалған, мұржасынан түтін шықпайды, үйінсіз меңіреу, ауыл басқа жақтан көше салып алған. Сен енді мені білетіндерден қазір көзі тірі ешкім жоқ. Кейінгілер бізді танымайды. Сонда кімді пана тұтып барамыз? Бізді білетіндердің бәрі қазір аспанда, деді зарғалдақ әндетіп. Әндетпесең, сөйлей алмайтын болғансың ба, Мақсұт, деді Хадиша, қобыңқырап қалған буырыл шашын көк тарақпен тарап отырып. Бұрын үсті басына мұқият қарай бермейтін Хадиша кенет сыланып сипана бастады. Сенің жалғыз қызыңның туған немерең Арман мені бір күні театр дегенге алып барды. Сонда көрдім. Әртістердің бәрі ән салып сөйлеседі екен. Опера дейма, опера дейма. Аспанда да сондай, Хадиша. Ондағылар әндетіп, нәзік әуен салып сөйлейді. Онда ақырып жекіру, дөрекі қатты сөйлеу деген болмайды, деді Мақсұт, тағы да өте жағымды, жүрек жылытар үнменен. Кетейік, Хадиша. Қайда байғұс-ау? Жаннат жұлдызға, менің мекенім сонда. Менің қанатым жоқ қой, Мақсұт-ау. Қанатсыз ұшасың, менің кемпірқосақ деген парағым бар, соған мініп аламыз. Мені медбикелер далаға шығармайды ғой. Терезені аш, құлап кетем. Құласа тек сенің қабығың ғана құлайды. Өзің кемпірқосаққа қарғып мінесің. Мақсұт айтса, Хадиша неге көнбесін? Терезенің тұтқасын тартып қалып еді. Желімдеп қойған ақ қағаздар дардар етіп, терезе ашылды да, жаздан бері лепкілмей тымырсық тұрған бөлмеге ызғарлы салқын ауа алап қойды. Ольга кемпір баж ете қалды. Ты что делаешь, старая? Сөйткенмен болмады. Терезенің сыртынан құлпырма бір от жарқ етіп, шұғыла шашып, доғаша иіліп тұра қалды да лезде аспанға көтерілді. Қыстың күні аспанның ошетімен бошетіне дейін иіліп тұрған шұғыла кемпір қосақты көріп, бүкіл қала шулады. Астафыралла, астафыралла, деді мұсылмандар. Господи, Господи, деді христиандар. Мешіттерде азан шақырылып, шіркеулерде қоңырау көңіренді. Ақыр заман деп шулады адамдар. Қыстың қақ ортасында аққар көк мұзда кемпір қосақ иілгенін кім көрген? Құлпырма шұғыла бірте-бірте дөңгелене берді. Ұшатын табақ, летающая тарелка, ныло деп қала азан-қазан болды. Жетім қарттар үйіне полиция лезде үймелеп қалды. Мәшинелер қиқуынан құлақ тұнды. Полиция терезенің тұсында жаңа туған ұлпа қардың үстінде жатқан адамды көрді. Шалқасынан құлапты. Бурыл шашы жаяу буран желбіретіп тұр екен. Адамдардың аңтан қалғаны, құлаған кемпірдің жүзі бал-бұл жайнап, келіншек кейпіндегідей құлпырап, күлімсіреп жатыр екен. Кейін оны мәйітханаға барып, аурулап жуғанда да, бет-аузын массаждағанда да, езуінен әлгі күлкі нышаны өшпей қойды. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай. Әңгіме ұнаса арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз.